Әлем бойынша қанша ұлт бар екен білесіздер ма? Білмесеңіздер мен айтайын. Әлем бойынша 5000-ға жуық ұлттар бар. Соның ішінде тек қана 195 ұлттың өз мемлекеті бар екен. Біз қазақтар осы 195 бақытты ұлттың қатарына кіреміз. Құдайға мыңда бір шүкір. Осындай кең байтақ жерді мұра етіп қалдырған ата-бабаларымызға үлкен алғыс. Енді достар, осы қалған мемлекеті жоқ ұлттардың арасындағы ең саны көп қандай ұлттар екенін мен сіздерге айтамын. Өз мемлекеті жоқ ең үлкен 7 ұлт. 7-ші тибеттіктер. Тибеттіктердің саны 5 миллионнан астам. Ежелден Қытай мен Үндістанның шекара аймағында Тибет тауларында мекендеген. Діндері тибеттік буддизм. Қазіргі таңда Қытайдағы Тибет автономиялық республикасында және Үндістан мен Непалда мекендейді. Тибеттік медицина әлем бойынша кеңінен тараған және өте танымал. Тибеттіктердің танымалдығын арттырған адам ол Далай Лама. Далай Лама бұл адамның есімі емес, бұл тибеттіктердің рухани көшбасшылары. Айта кететін жағдай, тибеттіктер өз тәуелсіздігін тек қана 1959 жылы айырылған. 1959 жылы Тибет мемлекеті Қытайдың құрамына кірді. 6-шы каталондықтар. Каталондықтардың саны 8,2 миллион адам. Тілдері каталондық және испан тілдері. Діндері христиан. Барлықтарыңыз білетін Барселона футбол клубы осы ұлттың бейресми астанасы болып саналатын Барселона қаласында орналасқан. Каталондықтар ежелден Испания және Франция жерлерінде мекендеген. Қазіргі таңда басым көпшілігі Испаниядағы Каталония автономдық облысында өмір сүреді. Әлемге белгілі каталондықтар: футболистер Карлос Пуйол, Хави Эрнандес, суретші Сальвадор Дали. 5-ші ұйғырлар. Ұйғырлардың саны 13 миллион. Қытайда 12 миллион. Қазақстанда 275 мың адам өмір сүреді. Түрік халқы. Ұйғырлардың тарихы біздің эрамыздың басынан басталады. 7-9 ғасырда Қытайдың шығысында және қазіргі Моңғол жерінде ұйғыр қағанаты деп аталатын үлкен мемлекет болған. Бірақ ұйғыр қағанатының ішіндегі билікке деген талас, солтүстіктен Енисей қырғыздарының шабуылы және Тан империясының шабуылы, ұйғыр қағанаты болған жерлердің климаты өзгеріп, шөлейт-далаға айнала бастауы, осы факторлардың барлығы қосылып ұйғыр қағанатының жойылуына әкеліп соқты. 12-13 ғасырларда ұйғырлар Шыңғыс ханның ұлы Шағатай ұлысының құрамында болды. 18 ғасырдың ортасына дейін жеке қауым болып Шығыс Түркістан жерінде өмір сүрді. Бірақ осы кезде ұйғырлар исламның екі тармағына бөлініп, өзара соғысып жатқанда Цин империясы ұйғырлар жерін басып алды. Осы кезден бастап ұйғырлар бірнеше рет тәуелсіздік алғысы кеп тырысқанымен ешқандай нәтиже шықпады. Миллиардтаған қытайлар ұйғырлар көтерілісін басып салып отырды. 4-ші сығандар. Сығандардың саны 15 миллиондай. Оның 8 миллионы шығыс Европа елдерінде өмір сүреді. Діндері христиан және ислам. Қай сыған қай аймақта мекендейді, сол аймақтың дінін ұстанады. Әлемдегі мемлекеті жоқ барлық континентке тараған үлкен ұлт. Сығандардың ата-бабалары шығыс Үндістан жерінен басқа континенттерге тараған. Бір қызық факт: сығандар ешқашан тәуелсіз мемлекет болуға ұмтылмаған. Әлемге танымал сығандар: Златан Ибрагимович, Чарли Чаплин, Элвис Пресли. 3-ші сикхтар. Әлем бойынша сандары 25 миллионнан астам. Тілдері паджаби, діндері сикхизм. Сикхтар негізінде үнділер. 16 ғасырда Нанак деген адам үндістерден бөлініп, сикхизм ілімін құрып, бөлек дін, тіл және өз заңдарын ойлап тауып, бөлек ұлт ретінде қалыптаса бастаған. 1843 жылға дейін сикх патшалығы болған. Осы жылдар патшалық ішінде таққа талас болып, патшалық әлсірегенде Британ империясы сикх патшалығын жаулап алады. Үндістан Британ империясынан азат болғаннан кейін сикхтар Үндістаннан бөлініп шығып, өздерінің халистан мемлекетін құруға талпынады. Осы үнділер мен сикхтардың қақтығысы кезінде сикхтар Үндістанның премьер-министрі Индира Гандиді өлтіреді. Осы жағдайдан кейін Үндістанның барлық аймақтарына сикхтарға қарсы үлкен қысымдар көрсетіледі. 20 мыңға жуық сикхтар өлтіріледі. Осыдан кейін жеке мемлекет болып бөлініп шығу деген ойлары өзгереді. Қазіргі таңда сикхтар Үндістанның мемлекеттік қызметінде жоғарғы лауазымдарға ие. Үндістан әскерінде офицерлердің 20%-ын сикхтар құрайды. 2004-2014 жылдары Үндістанның премьер-министрі болып сикхтардың өкілі сайланды. Үндістаннан басқа сикхтар ақш-та, Канадада, Ұлыбританияда кең тараған. Канаданың қорғаныс министрі болып сикхтардың өкілі тағайындалған.